Сайрам ауданында егін мен мал шаруашылығы даму үстінде. Сондай-ақ үздік технологияларды шаруалар еркін меңгерген. Соған дәлел ауданның ауыл округтерінде қазіргі уақытта астық ору науқаны қызу жүруде. Онымен қоса, үйіргелік жерлерге тамшылату суару жүйелерін енгізіп өнімдерін алуға. Алдағы бейне материалға назар аударыңыздар. Сайрам ауданында астық ору науқаны басталды. Қайнарбұлақ ауыл округінде орналасқан Нұркөл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 4650 гектар жері бар. Оның ішінде егіс алқабы, күздік бидай 2000 гектарға, арпа 1000 гектарға, мақсары 1000 гектарға. Серіктестікте 30-дан астам техника бар. 50 шақты адам жұмыспен қамтылған. Қазіргі таңда астық ору науқаны жүруде. Шаруа қожалық 1090 гектар жерге бидай егіп, 40 центнер өнім алуда. Жалпы Түркістан облысы құрылғалы бері ауыл шаруашылығы дақылдардың егіс көлемі 12 мың гектарға артып отыр. Биылғы жылы мынау егістік қаржыландыруға сәйкес мал астық дақылдарына 9 бөлінді. Егіс көлемі 11 мың гектарға артып, жалпы 211 мың гектарға мал астық дақылдар егілді. Бүгінгі таңда мынау алдын ала болжамдық есеп бойынша 231 мың гектарға егілген бидай арпа дақылдарын орташа 21 центнерден жалпы 478 мың тонна өнім жинау жоспарланып отыр. Бүгінгі күнге жоспарланған егістің 50%-ын аяқтадық. Жалпы егіс науқанына, астық жинау науқанына облыста 993 ауыл шаруашылық комбайндарының егін орағына қатысып отыр. Бүгінгі таңда жалпы 112 мың гектар жерден орташа өнімділігі 20 центнерден 198 мың тонна өнім жиналып, 50%-ын құрап отыр. Нұркөл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі негізі бидай, арпа, мақсары, жоңышқа егумен айналысады. Қазір 4000 гектар жеріміз бар, оның 1900 гектар жеріне бидай егілген, 880 гектар жеріне арпа егілген, 930 гектар жеріне мақсар егілген. Негізі қазір биылғы жылы арпа орағын бітірдік, өнім өте жақсы. Биыл өзі ауыл шаруашылығына сәл қатаңдауды ауа райы онша жақсы болмай тұрғанның өзінде біз 28 центнер арпаға. Енді бидайдан 40 центнер аламыз деп отырмыз. Уақыт көрсетеді. Қазір 300 гектардай жер